Birinchi A sınıfı sınıf yetekçisi Ajbayeva Aqsavle Sazanbay kızı. Алты жасқа біздей толған баланы мектеп ана құшағына алады. Ата-ана қуаныңызға шаттанып, шәкірт болды. Міне биыл балаң. Алтыға толдым биыл мен, оқушы болып киінем. Арқама сөмкесіне мектепке барам насыға. Қуантамын еліңді, қуантамын жеріңді. Білім жиып өтемін, төгіп атал теріңді. Әліпбиім менің әліпбиім, сені қолға алып мені оқушы болдым, мінеке ойнауға енді уақыт жоқ. Алғашқы күн бәріміз үшінде қорқыныш пен қызығушылық қатар өрілген сәт еді. Әліпби біздің тұңғыш досымыз, алғашқы ұстазымыз, шамшырағымыз болды. Ол бізге әріптерді танытып, оқуға үйретті. Біз кітаптардың сиқырлы әлеміне еніп, ертегілер елінде саяхаттап, білімнің алғашқы дәмін таттық. Әр қайсымыздың жүрегімізде сол кездерден қалған жылы естеліктер көп. Дауысын шығар. Екі қолмен бірге. Табиғат аясына шыққан кезде тамақ пісіріп болып, өртті сөндіріп кету керек. Неліктен? Өйткені ол өрт шөптерді өртеп, орманды өртеп жіберуі мүмкін. Біз үйде өрт болған жағдайда жүз бірге хабарласу қажетпіз. Үйде бір күнге өзіміз жалғыз қалсақ, қарнымыз ашып, үйде жұмысқа құруға болмайды. Оны сөндіруді ұмытып кетуіміз мүмкін. Сосын үй өртеніп кету әбден мүмкін. Балнұр, туған күніңмен сабағыңды 5-ке оқы. Болды. Айта ғой. Балнұр болсын деген жоқ. Балнұр, тоқтаңыз, сатта болайын, бір қайта болайын. Жылдар жылжып өтті. Біз есейдік, білімге құштарлана бастадық. Жаңа пәндер, қызықты тәжірибелер, күрделі есептер бәрі бізді шыңдады. Біз қателесуден қорықпай, төзімділікке үйрендік. Бірге жеңіске жетіп, бірге қиындықтарда еңсердік. Осылайша біз нағыз командаға айналдық. Екінші А сынып оқушысы Қуаныш Мирас Алтабайұлы. Өте жақсы оқыған үшін Я сосын жапырақтың құрамында қандай зат жоғалып кетеді? Думала кішкене Қандай? Хлорофилл, дұрыс.
9 сынып біз үшін ең есте қаларлық жыл болды. Біз білімді шыңдап, жаңа достар таптық. Қызықты оқиғаларға толы сәттерді бастан кешірдік. Біз бір-бірімізді қолдап, қуанышымызды да, қайғымызды да тең бөлістік. Біз нағыз дос болуды үйрендік. Бұл жыл біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Біз осы мектептің табалдырығын жаңа аттаған, әліппені енді үйреніп жүрген кішкентай балалар едік. Уақыттың қалай зулап өткенін байқамай да қалдық. Көзді ашып жұмғанша міне, бүгін біз орта буынға қадам басып, бастауышпен қоштасып жатырмыз. Бұл біздің естеліктерімізге толы қайталанбас саяхатымыздың соңы емес, жаңа бастамасы.